Баршаңызға сәлем. Бүгін шалғам қосылған салат дайындаймыз. Нағыз көктемгі салат деп айтуға болады. Менің арнама тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Ең алдымен шалғамымыз бен көкпиязымызды жуып тазалап аламыз. Шалғамды дәл видеодағыдай етіп, ұзынша етіп турап аласыздар. Мен солай турап алдым. Шалғам көктемде ең алғашқы болып өсетін жемістердің бірі. Енді көкпиязымызды төртбұрышты етіп турап аламыз, дәл видеодағыдай. Көктемде көктің жегені өте пайдалы, ағзаға, иммунитетті көтеруге. Сол себепті осындай салатты көптеп істеп тұрыңыздар. Енді осының үстінен бір бокал айранымызды құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Айранымыз толық араласқанша жақсылап араластырамыз. Енді үстінен кішкене шымшым тұз себеміз. Тұзымызды себіп, кішкене араластырып аламыз. Сәндік үшін аздаған укроп пайдаландым. Мінекей салатымыз дайын болды. Өте жеңіл, бар жоғы 5 минутта дайын болатын, тез дайындалатын көктемгі дәруменге толы салатымыздың бірі. Менің арнама тіркеліп, лайк басып өтіңіздер.